Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен 30-шы жаңа сабақ әліпби тақырыбын өтетін боламыз. Бірінші жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Әліпби. Әліпбиді біліңдер. Онда жүйе қалып бар. Біздің қазақ тілінде 42 әріп бар. Әліпбидің басында командир тұрады. Басқалары қасында әріп сапын құрады. Өлеңнің авторы Ермек Өтетілеуұлы. Балалар, әліпби дегеніміз не? Әліпби біздің қазақ алфавитіндегі 42 әріпті әліпби деп атаймыз. Қане балалар, қазақ әліпбиінде 42 әріп бар. Әліпбиде әріптің аты аталып, орны ретімен белгіленеді. Олай болса, екінші жаттығудағы әріптерді барлығымыз хормен оқып шығайық. Екінші жаттығу. Әріптерді оқы. Балалар, әріптің баспа түріне, жазба түріне, әріптердің атауына міндетті түрде қараймыз. Баспа түріне келетін болса, кітаптағы баспа түріндегідей бір оқушылар жазып қою мүмкін. Баспа түрінде мүлде жазуымызға болмайды. Міне мына жерден жазба түрін көріп тұрмыз, жазба түрінде жазамыз. Осыны естен шығармаймыз. Бұл дауысты дыбыстар, балалар. Дауысты дыбыс өкпеден шыққан ауа барынша созылады. Ал дауыссыз дыбыстарда Б, В, яғни дыбысы жалғану арқылы бұлар қысқа, яғни өкпеден шыққан ауа кедергіге ұшырап барып жасалатын дыбыстар. А, В, Г, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, қысқа И, К, Қ, Л, М, Н. Осылай балалар барлығын оқып шығамыз және баспа түрі мен жазба түріне міндетті түрде назар аударамыз. Енді үшінші жаттығуға қараймыз. Сөздерді тауып, оларды әліпби ретімен жаз. Балалар, бірінші тұрған ненің суреті? Жұлдыздың суреті, дұрыс айтасыңдар. Бұл жерде жұлдыз, ша. Ал екінші суретте ай, жан. Осы суретпен қасында тұрған қосымша буындарды біріктіреміз. Балық, ш. Тау, ық. Алтын, қасық. Осы сөздерді әліпби ретімен жазып шығамыз. Жақсы, сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.